Баршаларыңызға қайырлы күн. Менің каналыма қош келдіңіздер. Сіздерге осындай үлпілдек, дәмі үйретін екі түрлі салмасымен ватрушка жасап көрсететін боламын. Ең алдымен ыдысымызға жылы сүт құямыз. Қант салып, жұмыртқа салып, сұйық май құйып, жұмсақ, қолға жабыспайтын қамыр илейтін боламыз. Бұл рецепт өте оңай дайындалады. Жасап көріңіздер. Жақындарыңызға ұнайтынына сенімдімін. Өзіме де қатты ұнайтын рецепт. Өте дәмі керемет болып шығады. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып өтіп көрсеңіздер болады. Онда да әртүрлі тағамдардың рецептісін таба аласыздар. Рецепттің толық нұсқасын описание бөлімінде қалдырып кетемін. Енді електен ұнды өткізіп, жақсылап тұрып нан илейміз. Қолға жабыспайтын жағымды нан болып шығады. Осылай илеп аламыз. Осындай қамыр болып шықты. Енді бетіне сұйық май жағып, жылы жерге 40-45 минутқа қалдырып қоямыз. Ол уақытқа дейін біз бетіне себетін крошка жасаймыз. Ұнымызды, қантымызды және сары майымызды салып, бір келкетіп үгіп, ватрушканың бетіне себетін крошка жасаймыз. Осылай міне бір келкетіп араластырып, ұнтақ қып жасап аламыз. Бұл да өте қытырлақ, дәмді болып шығады. Булочкаға бір керемет өзінің дәмін беріп тұрады. Содан соң творогымызға қант салып, бір дана жұмыртқа салып, жақсылап араластырып, бұны да дайындап қоямыз. Осы кезекте қамырымыз көтерілді. Енді бұны бөліп аламыз. Қолымызбен осылай міне дөңгелек етіп бөліп аламыз. Менде 14 дана шықты. Сіздер өздеріңізге қалай жасап көресіздер. Осылай 14 дана шықты. Барлығын дөңгелетіп, табамызға пергамент салып, осылай дөңгелек етіп қойып шығамыз тізіп. Содан соң 15 минутқа қайтадан көтерілуге қойып қоямыз. Көтерілген булочкаларымыздың үстінен осылай стаканның көмегімен басып, форма береміз. Енді жаңағы творогымызды барлығын бір келкетіп салып шығамыз салмасын. Неге екі салмамен? Себебі менің балаларым творог жемейді. Содан соң осылай таңқурай тосабын менде қайнатылмаған түрі, сіздер кез келген түрін пайдалансаңыздар болады. Осылай үстінен таңқурай тосабын құйып, жұмыртқа жағып, бетіне жаңағы дайын болған крошкасын себеміз. Өте дәмді булочкалар болады. Творогтың дәмі білінбей, балаларыңыз сүйсініп жеп алады. Содан соң пешімізге 180 градусқа 25-30 минутта пісіп шығады. Міне осындай болып, әдемі болып, көтеріліп пісіп шығады. Сіздерге менің видеом ұнаса лайк басып, тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Сіздермен болған мен Айжан. Әлі талай рецепттер шығады.